Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, және де мен бүгін сіздерге Нарутоның бірінші сезонындағы топ 10 ең мықты шиноби жайлы айтатын боламын. Ал видеоны бастамастан бұрын менің YouTube арнама, Insta аккаунтыма және VK-дағы тобыма тіркелсеңіздер өте керемет болар еді. Әсіресе менің VK-дағы тобымда қазақша анимелер бар. Кеттік. Және тағы да айтарым, бұл топ менің жеке пікірім. Сіздер астына өз топтарыңызды жазып кетсеңіздер болады, немесе қай жермен келіспейсіздер, немесе қай жерін дұрыс емес деп ойлайсыздар, соны астында көрсетсеңіздер болады. Автор шайып кетті, қуып кетті, позер және тағы басқа артық сөздер ешкімге де керек емес. Кимимару Кагуя дыбыс төрттігінің лидері болды, және де оның қабілеттері күшті болған соншалық оны тіпті Арачимарудың өзі қолына алып, оған қарғыс мөрін орнатады. Сол арқылы Кимимарудың онсыз да әлсіз емес қабілеттері одан да күшті болды. Кимимаруды Гаара өзінің құмды қабір техникасы арқылы өлтіре алмады, және де Кимимарудың болат сүйектер деген техникаға қабілетке ие болуы оны өте қауіпті шинобиге айналдырады, және де болат сүйектер техникасы оның қорғанысын да өте мығым ете түседі. Естеріңізге тағы да сала кетейін, Гаара оны құм қабірі техникасы арқылы өлтіре алмаған болатын, ал құм қабірі техникасы арқылы Гаара кез келген адамды фаршқа айналдыра алады. Бірақ Кимимаруға бұл техника мүлде әсер етпеді десе де болады. Әрине, Кимимаруды одан да мықты ете түскен ол Арачимарудың қарғыс мөрі екенін ұмытпайық. Тоғызыншы орынға Хирузен Сарутоби жайғасады. Хирузен Сарутоби жас кезінде Хокагелердің ішінде ең мықтысы болған. Дегенмен қартайған шағында ол жылдамдықтан, шыдамдылықтан және өзінің күшінен айырыла бастады. Сол үшін ол қаншалықты мықты техникаларға ие болса да, шыдамдылық, күш және жылдамдығы болмаған соң, ол жастарға төтеп беруі өте қиын. Сегізінші орынға Хатаке Какаши жайғасты. Хатаке Какаши мыңнан аса ниндзюцу білетін шиноби. Оны тіпті датабукта Канохадағы ең мықты шиноби деп көрсеткен болатын. Дегенмен Какаши манга немесе датабук көрсеткендей мықты шиноби емес. Оған біз Нарутоның бірінші сезонында да, екінші сезонында да анық көзіміз жетті. Ол өте мықты шиноби, дегенмен біздің топта ол тек 8-ші орынды иеленді. Жетінші орынды Арачимару иеленеді. Арачимару бұдан да жоғары орынға лайық болатын. Оның техникалары өте көп. Ол сенин модына ие, және де оның аурасынан адамдардың өзі қимылдай алмай қалатын. Дегенмен Хирузен Сарутобимен шайқаста ол екі қолынан айырылып қалды. Сол үшін ол төменде тұр, және де Арачимарудың бірінші сезонда Эдо Тенсей арқылы бірінші және екінші Хокагелерді тірілте алғанын да ұмытпайық. Ол да оның өте мықты шиноби екенін дәлелдей түседі. Дегенмен қолдары жоқ Арачимару ол қанаты жоқ құс секілді ғана болып қалды. Алтыншы орынға Хашигаки Кисамы жайғасты. Хашигаки Кисамы өзінің барлық мықты техникаларын көрсеткеннің өзінде топтағы бірінші орынға ие болу өте қиын, себебі мұнда өте мықты шинобилер көп. Бесінші орынға аңызға айналған 3 саниннің бірі Джирая орналасты. Джираяның өзінен мықты екенін Хашигаки Кисамы мойындаған. Оның мықты керемет шиноби екенін Арачимару, Какаши, Хирузен Сарутоби да мойындап кеткен. Джираяға 3 рет Хокаге болуға ұсыныс тасталған, 4-ші ретте тасталатын еді. Дегенмен Джирая ол ұсыныстардың барлығынан бас тартқан,
Jiraiya Sennin модына ие және де оның бақаларға негізделген өте мықты техникалары бар. Одан бөлек оның шақыру jutsulары бар. Гамма Бунта, Гамма Кен, Гамма Кичи деген сияқты. Сол үшін Jiraiya 5-ші орынға ие болды. Төртінші орынға 5-ші Хокаге Цунаде Сенджу орналасты. Цунаде қара күшке өте бай, одан бөлек ол өзін-өзі емдей алады, және де ол да Сеннин модына ие. Хокаге болуға Цунаде нағыз лайықтылға, бірақ одан жоғары орындарда мен сіздерге айтайын, нағыз құбыжықтар тұр. Құмды Гаара 3-ші орынды иеленді. Көп адамдар неге деп ойлауы мүмкін, себебі Гаара Шукакуға ие, яғни Гаара ол Джинчурики. Біз білеміз, Наруто Гаараны жеңген болатын, бірақ бұл Наруто анимесіндегі ең үлкен фейлдардың бірі, ең үлкен басқа сыймайтын қателіктердің бірі авторлардың, себебі қалайша Наруто Гамабунтаны шақырғанның күнінде ол Шукакуның толық формасын ешқандай күшпен жеңе алмас еді, тек қана Кураманың күші арқылы ғана жеңе алатын еді. Дегенмен авторлар солай шешті, және де бұл өте үлкен қателік. Ал 2-ші орынға бізде бірден 2 шиноби жайғасады. Олар Учиха Итачи және де Намиказе Минато. Мен осы екеуінің арасынан қайсысы мықтырақ екенін таңдай алмадым. Сол үшін екеуі де бірге 2-ші орынға жайғасты. Бәріміз білеміз, Минато Намикадзеда телепортация қабілеті бар. Ол Расенганға ие. Одан бөлек ол Шинигами, яғни өлім құдайын шақырып, сол арқылы кез келген адамды мөрлеп тастай алады. Ал Итачины барлықтарын білесіздер. Шисуидің бір көзі бар. Аматерацу, Сусано, одан бөлек Цукиоми сияқты мықты техникаларға ие. Изанагидің қалай жасалатынын да Итачи жақсы біледі. Одан бөлек Тоцука қылышы мен Ято қалқаны, яғни 1-ші сезондағы кейіпкерлердің кез келгенін Итачи және Намиказе Минато жеңіп кете алады деуге болады, бірақ олардан жоғары тұрған бір адам бар. Бірінші орын Майто Гай. Майто Гай осы топтағы кез келген шинобиді жеңіп кете алады. Әрине ол үшін өз өмірін құрбан етуі мүмкін, бірақ жеңістің аты жеңіс. Майто Гай бала күнінде ақ 8 қақпаның барлығын ашуды білетін, және де егер ол осы қабілетін кез келген шинобиге қарсы қолданса, мына топта тұрған кез келген шиноби басқа дүниенің есігін ашатын сияқты. Оны Майто Гайды тіпті Учиха Мадараның өзі мойындаған. Ал Учиха Мадара ол жалпы Наруто анимесіндегі ең мықты кейіпкер. Осымен видеоны аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған аниме өмір. Егер де Наруто бойынша көп қызықты видеоларды көргіңіз келсе, менің басқа видеоларымды көрсеңіздер болады. Келесі видеоларда көріскенше.